Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен макароны по-флотски дайындайтын боламыз. Ең алдымен макаронымызды қайнататын суымызды газға қойып қоямыз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Қазанымызды қыздырып, үстіне май құямыз. Пиязымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып, алтын түске енгеннен кейін фаршымызды қосып, ары қарай қуыруды жалғастырамыз. Осы кезде қайнап тұрған суымызға тұзымызды қосып, макаронымызды қосып, макаронымыз пісуге 1-2 минут қалғанға дейін қайнатамыз. Фаршымыз қуырылып дайын болып қалды. Енді сарымсақ қосып, сарымсақты 1-2 минут қуырып аламыз. Бір ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап қуырып аламыз. Фаршымыз қуырылып, осындай дайын болған кезінде макарон қайнап жатқан суымыздан 2 ожау алып, фаршымыздың үстіне қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, бетін жауып, 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне фаршымыз дайын болды. Енді макаронымызды сүзіп алып, осы фарштың үстіне қосып, араластырып, жақсылап, тағы 1-2 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне бізде үй жағдайындағы мясо по-флотски дайын болды. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.